Шілде басталғалы Шымкентте күннің ыстығы басылмай тұр. Алдыңғы аптада 50 градустан асып барып, сәл салқындағандай сыңай танытқан күн райы соңғы күндері қайтасыды. Осыған байланысты қалада жедел жәрдеммен төтенше жағдайлар қызметіне жүгінетіндердің саны артқан. Соңғы ахуал қалай? Тілшімізден білейік. 53-5 градус Шымкент. Африкада мұндай ыстырмай шығар. Шымкентте ауа температурасы 40 градустан төмендемей тұрғанына 2 аптадан асты. Аптап ыстықты қала халқы көлеңкез деп су жағалап еңсеруде. Әсіресе қаланы қақ жарып өтетін Қошқарада өзенінің жағалауы мен су борғақтардың маңында адам қарасы қалың. Кешегі 2 аптада өте қатты ыстық болды. Мен өзімде де үлкен сонда проблема болды, қан қысымына қатысты. Ыстық қала, айтар жоқ, өте ыстық. Ауа температурасының жоғарылауынан қан қысымы жоғарылап, ауруханаға түсіп жатқандар да көбейген. Қалалық ауруханаға соңғы 1 аптада басынан күн өткен 10-нан астам адам жеткізілген. Соңғы